Армысыздар көрермен, бүгінгі күндеріңіз қалай өтуде? Бүгін сіздермен бірге жапон даналығына шолу жасаймыз. Яғни өмір туралы әртүрлі нақыл сөздері, афоризмдері мен дәйек сөздерімен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен бірге Омардың әңгімелері. Видео соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, қалғанын тағдырға тапсыр. Жасырын жасалған жақсылық міндетті түрде бағаланып, өзіңізге 2 есе жақсылық болып оралады. Үнсіздік ең тамаша гүл іспеттес. Ағаштың қисық өсіп келе жатқанын байқасаң, оны кешіктірмей шыбық кезінде түзе. Қалам қылыштан да өткір. Өтірік дос шын дұшпаннан да қауіпті. Жеңіске жеткің келсе, қарсыласыңнан жарты сағатқа артық шыда. Кімде-кім биікке көтеріліп, алда болғысы келсе, өзіне баспалдақ жасап алсын. Бай болсаң, досыңды артар, қиындыққа тап болсаң, туғаныңның өзі сенен қашар. Күлкісі жарқын үйге бақ қонады. Төсекте жатып, ешкім жаңылмайды. Лотос гүлі лас жерде өссе де, таза қалпын жоғалтпайды. Ата-анаңның махаббатын түсінгің келсе, алдымен өз балаларыңды өсір. Кейде жапырақ суға батып кетіп, тас судың бетінде қалқып жүреді. Балшықта өскен бақа теңіз бар деп ойламас. Көп жүгірген бір құлар, көп күлген бір жылар. Кейде бір қап алтыннан гөрі бақытты өткен бір сәтің артық екенін түсінесің. Шектен тыс қарапайымдылық артында мақтаншақтық, яғни өр көкіректік жасырылған. Удың да пайдасы бар. Тек бір жақты тыңдап шешім шығарма. Жаңбыр тоқтағанда қол шатырдың пайдасы ұмытылар. Суық шәй мен мұздай күрішке шыдаса болады, бірақ суық көзқарасқа шыдау мүмкін емес. Әдет мінезге айналады. Шөлден қатты қиналсаң да, өзгенің суын жасырын ішпе. Ақша үшін кепілдік берсең де, адам үшін кепілдік берме. Ісі көпті ауру алмас. Теңіздің ұлылығы майда көлдерді бауырына басқандығында. Ақымақ өз қатесін ақтауға тырысады, ал ақылды адам қатесін түзетуге асығады. Әйелге 7 бала туып берсе де, жүрегіңді ашпа. Әйел қаласа жартасты жарып өте алады. Адам тонағанды түрмеге тығар, ел тонағанды таққа отырғызар. Ашу сенің дұшпаның. Атты жүрісінен, адамды сөзінен танисың. Ауқатқа, яғни тағамға деген тәуелділік, махаббатқа деген тәуелділіктен де артық. Көзсіз берілу сөзсіз сатқындыққа барады. Үйдегі ұрыс керіс, бірін-бірін сыйламау адамды кедейлікке соқтырады. Өмірде барлық нәрсенің соңы бар. Бізге кімнің қанша қарыз екенін ешқашан ұмытпаймыз. Ал өзіміз қанша адамға қарыздармыз, оны білмейміз де. Баланы шолжаңдату, оны тастап кеткенмен тең. Жамандық істесең, өмірің қорқынышпен өтер. Өлімнен басқа барлық нәрседен құтылуға болады. Мақсатсыз
оқ атудың өзі қате. Сылтау мен желімді кез келген жерге жабыстыруға болады. Адамдар қартайғанда қайтадан балаға айналады. Тойға дайындалу тойдың өзінен де қызықты. Әкенің кінәсі балаға жүк. Қартаю қиын емес, ес жию, яғни кемелдену қиын. Неғұрлым қатты жасырған сайын, соғұрлым сырың мәлім болады. Құс екеш құстың өзі ұясын тәрк етерде, оны былғап кетуден аулақ болады. Біреуді жаман демес бұрын, оны 7 рет сынап көр. Атасы еккен ағашты ұрпағы саялар. Үйде батыр, сыртта қорқақ. Еңбек еткеннің ешкімге күні қарамайды. Қайғы кішігірім себептерден пайда болады. Тозақ та, жұмақ та адамның өз жүрегінде. Тағдыр мен көлеңкеміз өмір бақи жанымыздан бір еліде қалмайды. Алыстаған сайын адам ұмтыла бастайды. Жаман әйел жолықса 60 жыл егінің шықпас. Білгіш сөйлемейді, сөйлегіш білмейді. Жақсы саудагер бар тауарын бірден көрсетпейді. Ер мен әйел ұрысына есі кеткен араласады. Қиындық келсе, өзіңе сен. Тоқтаусыз әрекет әркімді мойындататын, әр нәрсені жеңетін іс. Тамшының тасты тесетіні секілді. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылымды аяқтамас бұрын сіздерге 2 сұрағым бар. Комментарияға өз пікіріңізбен бөлісе кеткеніңіз абзал. Бірінші сұрағым, осы жапон халқының даналығы қазақ халқының қай даналығына ұқсас болды? Өз ойыңызбен бөлісе кетсеңіз. Және де екінші сұрағым, сіздің жаныңызға қай даналық жақын болып, ой қалдырды? Құрметті көрермендер, сіздердің жауаптарыңызды комментарияда асыға күтетін боламын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыз.